Егер анар жемісін қыс мезгілінде үнемі қолданатын болсаңыз, онда сіздің жүрегіңіз сағат сияқты тоқтамай жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ, кәріліктің сіздің есігіңізді ерте қағуына жол бермейді. Анар жемісі шырыны қандай дәруменге бай екені барлығымызға да таныс. Өйткені бұл жеміс туралы аз жазылып жүрген жоқ. Дегенмен, анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын біле жүргенің жөн. Сіздермен бірге дертке дау арнаса, достар, біздің каналды 77% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Анар жемісі адам ағзасын құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса К, С, В9, В6 дәрумендері минералдарға, калий, мырыш, фосфорға өте бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория болады. Шырынның құрамында танин болуына байланысты және жемісінің қабығын медицина асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен діңінің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазаны ауыратындар, асқазан сөлінің қышқылы жоғары, гастритпен ауыратындар, сондай-ақ эндоколитпен ауырғанда анардың ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анарды жеу керек. Анар шырынының тағы да бір ерекше қасиеті, ол радиация әсерінен шалдыққандарға көмектеседі. Анар шырыны иммундық жағдайын жақсартады. Нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырыны мен тамақ шаюға кеңес беріледі. Анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан, ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектерін адырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамды буын қабынуына шалдықтыратын ферменттердің артуына кедергі жасайды және де шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Анар құрамында өте көп мөлшерде эстроген элементі бар. Бұл элемент әйел адамдардың сүйектерінің қаусап кетуінің алдын алады. Анар ағашы жұмақ ағашы. Ибн Аббастың жеткізуінше, біздің пайғамбар оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анар дәндерін біртіндеп жейтін. Біз одан неге олай жасайсыз дегенімізде, жер бетінде бойында бір дәні жәннаттан болмаған бірде-бір анар ағашы жоқ. Мен осы дәндердің бірі жәннаттық деп үміттенемін деп жауап берді. Табарани әл-Әли, Алла разы болсын. Алла елшісінің оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Анардың қызыл етін жеңіздер, себебі ол асқазанды тазартады. Ахмад ибн Хамбал деп айтқанын естіген. Анар косметика саласында аса кең таралған жеміс. Ол теріні бос радикалдардың әсерінен қорғайды. Теріні қалпына келтіру процестерін белсендендіреді, оны қоректендіреді және де жандандыра түседі. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтезделуіне мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қыртыстарының жазылуына, терінің тығыздығы мен созымдылығын ұлғайтады. ВВС телеарнасының хабарлауы бойынша, Лос-Анджелестегі Калифорния университеті зерттеушілерінің бір тобы 65-70 жас арасындағы простат ауруына шалдыққан ер адамдардың бірі тобын бақылауға алған екен. Бұл адамдар хирургиялық жолмен немесе лазерлік терапия арқылы простат ауруының емделуге тырысыпты. Бірақ тексеру кезінде байқалған белгілерге қарағанда, бұл адамдардың ауруы одан әрі өршіп кеткен екен. Зерттеушілер ауруға шалдыққан осы адамдардың бірнешеуін таңдап алып, оларға күніне белгілі бір мөлшерде анар шырынын беріп тұрыпты. Бұл шараның нәтижесінде осы адамдардағы простат ауруының өршу жылдамдығы анар шырынын ішкеннен кейін айтарлықтай бәсеңдеген екен. Халық медицинасы
Анардың жемісі ғана емес, жапырағын, қабығын, тамырында емге қолданады екен. Мәселен, бала емізіп жүрген ананың омырауы жарылып тілінетін болса, анар жемісінің қабығын ұнтақтап, жарыққа себеді. Жасушаларды біріктіруші дәрі ретінде анар гүлінің 1 шай қасығын 150 грамм қайнап тұрған суға салып, 1 сағат бұқтырады. Осыдан әр жолы 50-60 граммнан астам 40 минут бұрын күніне 2 рет қабылдайды. Дизентерияға, жұтқыншақ тамақ ауруына 5 грамм жеміс қабығын ұнтақтап, 100 грамм суға 10 минут ақырын қайнатып, ауызды шайқайды және де ішуге болады. Асқазан ауырғанда анардың шырынымен тоқтатуға болады. Ол үшін жарты стаканын ішсеңіз, 1 сағаттан соң басыла бастайды. Өтте және оның жолдарында құм мен тас байланса, бүйрек пен қуықта байланған тастарға да анар шырыны әсер етіп, қуып шығуға көмектеседі. Ол үшін 2 ас қасықтан астам 20 минут бұрын күніне 5-6 рет ішіп, 2 аптаға созады. Арада 1 апта өткізіп, емді қайта жалғастыруға болады. Күйікке 1-ден және 10 мөлшеріндегі анар шырынын жағып, үстіне қабық ұнтағын себеді. Осыдан жұқа қабат пайда болады. Сол қабат асты жылдам жазыла бастайды. Ішектердің қабынуынан іш сұйылып, өткен кезде анар тұқымын қуырып, ұнтақтап, мақтың тұқымымен қосып, қайнап тұрған сумен ішетін болса, тоқтайды. Тіс ауырып тұрған кезде анар тұқымын балмен қосып, шайнап жесе ауырғаны басылады. Қуырылған тұқымды ұнтақ қайналдырып, күніне 3 рет пышақтың ұшымен астан бұрын алып, жейтін болса, кеуденің ауырғанын, жүрек қағысын қалыпқа келтіруге, сары аурудың алдын алып, асқа тәбет ашуға көмектеседі. Тіс түбінің қанауына анар қабығының ұнтағына тең мөлшерде қыша шөбінен, қырмызы гүлден қосып қайнатып, ауызды шайқайды. Бір емделу барысы 10 күн. Созылмалы тұмауға 1 ас қасық ұнтақталған анар қабығына, 1,5 ас қасық тал қабығы, 1 ас қасық емен қабығынан 300 грамм қайнап тұрған суға салып, 15 минут су моншасында ұстайды. Осыны бұқтырып, 4-ке бөліп, ас алдында ішеді. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлесіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.